Саламатсыздар ма оқушылар? Бүгінгі сабағымыздың тақырыбы жер бетінің бейнелену тәсілдері. Бүгінгі сабағымыздың мақсаты географиялық карталар мен шартты белгілерді жіктеуді білеміз. Карта деп отырғанымыз жер бетінің кішірейтіліп, жинақы түрде жазықта шартты белгілермен бейнеленуі. Ал шартты белгі деп отырғанымыз осы картадан қолданылған барлық шартты белгілердің мағынасын түсіндірме. Оқушылар, мына кестеге назар аударайық. Карталар аумақтық қамтылуы бойынша дүниежүзілік карта, материктік карта, мемлекеттер мен аймақтар болып бөлінеді. Географиялық карталар масштабы бойынша ірі масштабты, орта масштабты, ұсақ масштабты болып бөлінеді. Карталардың қолданылуына байланысты ғылыми анықтамалық, олар оқу, мәдени білім беру, техникалық, туристік және тағы басқа болып бөлінеді. Келесі кезекте карталар мазмұны бойынша жалпы географиялық карталар, тақырыптық карталар болып бөлінеді. Карталардың жіктелуі, яғни түрлері: бірінші масштабы бойынша, екінші мазмұны бойынша, үшінші қамтылған аумағы бойынша бөлінеді. Оқушылар, географиялық карталардың түрлерімен танысып өтейік. Оларға стратиграфиялық карта, климаттық карта, физикалық карта, саяси карта, топографиялық карта, биологиялық карта болып бөлінеді. Енді оқушылар, картада шартты белгілер әртүрлі болады. Картаның мазмұнын осы шартты белгілер арқылы білуімізге болады. Экранда көрсетіліп тұрған шартты белгілер бұл пайдалы қазбалардың шартты белгілері болып табылады. Мен танысып өтейік. Бірінші тас көмір, мұнай, газ, темір, алтын, алюминий, саз, әктас, тұз және мыс. Экранда көрсетіліп отырған картаның түрі бұл саяси карта. Бұл саяси карта арқылы біз әр мемлекеттердің астаналарын көруімізге болады. Келесі кезекте көрсетілген карта бұл дүниежүзінің физикалық картасы. Физикалық карта арқылы біз дүниежүзінің тауларын, өзен көлдерін, шеткі нүктелерін, шығанақтарын, теңіздерін барлығын осы физикалық карталар арқылы толық мағлұмат ала аламыз. Оқушылар, бүгінгі тақырыпқа сәйкес тапсырманы орындаймыз. Барлығымыз қолдарымызға кескін картаны аламыз. Қазақстанның кескін картасына қарай отырып, пайдалы қазбалардың шартты белгілерін түсіруіміз керек. Оқушылар, кескін картамен тапсырманы орындап болса, менің жауабыммен салыстырып көрейік. Батыс аймақтарында мұнай өндіріледі, табиғи газ, оңтүстік Қазақстан бойынша табиғи газ, ас тұзы, орталық Қазақстандарда көмір, кен орындары барланған, шығыс Қазақстандарда алтын, солтүстік Қазақстанда темір кендері орналасқан. Оқушылар, картада көрсетілген шартты белгілер арқылы пайдалы қазбалардың орналасқан орындарын көруімізге болады. Оқушылар, біз бүгінгі сабақта не үйрендік? Яғни біз географиялық карталармен таныстық, географиялық карталардың түрлерін көрсеттік және шартты белгілерді кескін картаға түсіру арқылы танып білдік. Бүгінгі сабағымыз осымен аяқталды. Қош сау болыңыздар.